қателеспесем, бір жыл бұрын желіде бір Россияның бір тұрғынын көрдім, кубик Рубиктан адамның суреттерін жинайды екен. Сол кезде Мұрат деген досым бар, оған айтам, Мұратқа салу деген оп-оңай ғой, маған берші осы кубик Рубиктарды алып бер, 1 сағатта жинап беремін деймін. Себебі оған пиксельный дейді ғой, пиксельный суреттерді өзің жасап алсаң, сол пиксельге қарап кубик Рубиктің полный емес, бір жағын жинай білсең, оны қиындығы жоқ жинай бересің. Бірақ енді мен қазір солай жинағым келді, басында кубик Рубик сатып алып, заказ беріп, оптым деп қарап көрдім. Одан кейін неше түрлі сол бағытта ізденгеннен кейін Легодан сурет жинау болатынын түсіндім. Одан кейін ойладым, егер қазір мен кубик Рубиктан жинап бастап кетсем суреттерді, мен бір қайталаған сияқты боламын да, оны адамдар түсінбеуі мүмкін. Сол кубик Рубикті жинаған балама ол бір жинады. Осы площадьқа шығып, Абайдың сол кезде, Абайдың 175 жылды болды, соған бір жинады. Сосын енді мен де соны жинасам бір қайталаған сияқты боламын ғой. Сол үшін менде тоже осындай сурет жинау, бірақ басқа бір предметтарды қолданып соны жинағым келді. И былай іздеп қарап жүрген кезде осындай Легоны тауып алдым. И Легодан жаймен сол жинап бастап кеттім. Бұның негізі көбісі TikTokта өте просмотрлар көп, Инстаграмда бәрі жаңалық қылып шығарып жатыр. Бірақ бір келіспейтін комментарийлар енді көп қой. Бір келіспейтін комментарий ол вы талант деп жазады жаңағыдай. Бірақ мен ешқандай да талант емеспін. Бұл жақта тек басыңды, өзің миыңды дұрыс қолдансаң, қарап отырып, негізі адамның суретін саласың ба, природаның саласың ба, табиғаттың суретін саласың ба, құмыран саласың ба, мұрныңды саласың ба, өзің білесің. Сала берсем болады. Мысалға бұл жақта ең бастысы бір суретті дұрыстап таңдап алып, обработка дейміз, обработкадан өткізіп, өзіңе мысалға суреттер енді көбісі цветной ғой, цветнойдан черно-белыйға ауыстырып алып, одан кейін уже суреттің качествосын құртқан кезде ол пиксельный болады. Пиксельный болған кезде, уже қараған кезде ол саған оңай. То есть сол үшін уже соған қарап отырып, қазір 21-ші ғасыр сайттар неше түрлі көп қой. Мынадай қылып береді, оны сенің түріңді мульти қылып береді, карикатура қылып береді, неше түрлі жаңағыдай. Өзіңді Бэтмен қыласың ба, енді сайттар көп қой, сондайды қолданып отырып, осы мозаиканы жаймен жинай берсем болады. Содан үйрендім. Ең басында салған кезде қиын болды, жаңағыдай. Сала отырасың, ең соңында қарасаң бір мұрны қисық болып кетеді, жаңағыдай көзін үлкен қылып жіберген сияқтысың, тағы бір нәрсе проблемалар көп. Одан кейін просто көп адамдар мынадай жинайтындарды көрдім мен, бірақ жинайды, мысалы өздерінің бір семейный суреттерін жинайды да, и стенаға іліп қояды. Мен балаларды, видите, ерінбей қайтып шашам, одан кейін қайтып басқа біреуді жинаймын. Соған видеосын түсіремін еще, жаңағыдай процесс қалай жиналып жатыр, жаңағыдай өлең қалай таңдайсың деген сияқты. Монтажды өзім жасаймын. То есть ең бастысы адамдар бағалайтын нәрсе, менің ойымша, мен уақытымды, себебі бұған аз емес уақыт кетеді, и жаңағыдай подача дейміз ғой, видеоны қалай сен әкеліп бересің аудиторияңа өзің. Тек жинау керек болса, мысалы менде бәрі бар, сурет, жаңағыдай монтаж жасамайын, бәрін алып тастап, тек жұмысқа басында бір 3 күн кетеді. Күнде жұмыстан келесің да, таң атқанша жинайсың, кіріп кетесің ғой ішіне. Жинап отырасың, одан қарайсың. Что-то не то. Жаңағыдай басы бір қисық болып қалған сияқты, мұрны ұзын, буратино болып кеткен сияқты жаңағыдай. Одан кейін уже бір рет жинап, одан кейін шашып тастап басқа адам жинаған кезде, өткен қасиеттеріңді жібермеуге тырысасың енді. Так, мына кезде былай жинаған дұрыс екен. Бірінші жаңағыдай көзін жинап алып, сосын қалған жерлер фоны ақ қой, ақ қылып шығарған дұрыс екен. Сондай уақыт кішірейіп, қазір бір әрі кетсе 5 сағатта жинап тастап отырып. Бұны жинау кез келген адамның қолынан келеді негізі. Сіздің де, оператордың кім болсын, мұғалім болсын, повар болсын, бұл жақта любой адам жинай береді негізі. Жолдарын білсе. И
мысалға бұл жақта енді мен бұған бір математика сияқты қараймын. То есть бір есеп сияқты маған. Басында білмеймін, бір сандар отырады, так, төртеуін былай қоямын, үшеуін былай қойған кезде екеуі астыға, там шахматный, Г-образный былай қою керек, былай қою керек, былай деп бір есеп болады. И сол кезде жинау қиын емес. Бірақ монтажы бар, анау бар, сондай жасай білсең, бұны просто жинау қиын емес, оңай нәрсе. И жаңағыдай басында Инстаграмға жазады адамдар. Мен қызыма предложение жасайын деп жатыр едім, осындай сурет жинап берші дейді. Бір $100 беремін дейді, бір $200 беремін дейді. Бір компаниядан звондады. Біздің жақында бастығымыздың, директорымыздың туған күні, соған подарок қылып берейін деп едік, қанша тұрады дейді. Сосын тағы біреу қызымның туған күні, біреу тағы бір нәрсе. И басында бәріне жазып жатырмын, брат, бұны жинау ондай ол қиын емес, былай істейсің, түсіндіріп бастаймын. Олар жоқ, сен талантсың дейді жаңағыдай. Адам ыңғайсыз, біреуіне жаздым, екеуіне жаздым, үшіншісіне жаздым, одан кейін уже 20, 40, 60, 100 запрос болды Инстаграмда. Уже жауап беріп, прям физически үлгермейді екенсің. Сол үшін маған тапсырысқа, жаңағыдай заказдарға бүйтіп сурет салған мен ойымша дұрыс емес сияқты, себебі бұл оңай нәрсе. И жаңадан менде подписчиктардың саны жаңа Инстаграмда 2 есе өсіп кетті ғой. И жаңадан қосылған подписчиктар ойлайтын шығар, мен жаңа творческий адам, бір кілең сурет салады, жаңағыдай бір аниме жасалады, жаңағыдай сурет, бір фильмдер түсіреді деген сияқты. Бірақ негізі мені көбісі танитын адамдар мені математик деп біледі. Мен балаларды математикадан, логикадан оқытам. То есть сабақ берген кезде тот же самый жаңағы TikTok'ты да қолданып, Instagram, біз балалармен бірге жаңағыдай вайн түсіреміз, приколдар түсіреміз, более қызық өтеді да. Сол үшін мені көбісі жаңағыдай математик деп біледі. Өзімді жалпы адамдарға бір художник, бір талантлы, бір творческий адам сияқты көрсеткім келмейді. Жалпы мен өзім Қазақстанға творческий адам емес, математик ретінде танылғым келеді. Мен бала кезден арманым бар. Көбісі айтады, президент боламын дейді, мен білім министрі болғым келеді.